Бүгін Сенаттың соңғы отырысы өтті. Ертең палаталардың бірлескен жиынында кезекті сессия ресми түрде жабылады. Ал 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне еніп, парламенттің өкілеті тоқтатылмақ. Осылайша 1995 жылы енген конституция негізінде құрылған қос палаталы парламент өзінің 30 жылдық тарихи миссиясын абыроймен аяқтады. Құрметті әріптестер, алда бізді дамудың жаңа кезеңі, ауқымды әрі жауапты міндеттер күтіп тұр. Сенаттың 30 жылдық мол тәжірибесін жалғастырып, жаңа форматта және жаңа мәртебеде жұмысын бастайтын құрылтайға сәттілік тілейміз. Еліміз өркендеп, халқымыз ел игілігі жолында әрдайым бірлікте еңбек ете берсін, деді Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Оның айтуынша, Сенат 30 жыл ішінде жалпы саны 890 пленарлық отырыс өткізіп, онда 3500-ден астам заң қабылданған. Айта кетейік, бұған дейін президент ұлттық құрылтай отырысында мемлекеттік хатшы лауазымын қысқартып, оның орнына вице-президент институтын енгізуді ұсынған еді. Кейін конституциялық заң жобасында вице-президенттің мәртебесі, өкілеттіліктері, тағайындалу тәртібі мен оған қойылатын талаптар нақтыланды. Жаңа нормаға сәйкес вице-президент президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасап, мемлекет басшысы қызметінен мерзімінен бұрын кеткен жағдайда оның өкілеттіліктерін қабылдайды.